Сәлеметсіздер, мен бағамен жұтызай тока-бока мен ғанама қошыңыздар. Бүгін бізде сұрақ жауап болатын болады. Мен енді тока-бокада отырған жоқпын. Осылай өзімнің каналымда отыр. Ойыстап сұрақ жауапқа жауап беретін болдым. Біраздаған сұрақтар қойып тастапсыздар. Сіздерге көп рахмет. Әсіресе осы қызға. Мен сұрақтарға жауап берейін. Жасы нешеде? Менің жасым 11-де. Атыңды кім қойды? Менің әжемнің туысқандары қойды. Сен ютубты қашан бастадың? Мен 2020-да бастадым деймін. Кейін тоқтап 2024-де бастай бастадым. 2020-да ашып 2024-де түсіре бастадым. Сен ютубты түсіретін ата-анаң қарсы ма? Жоқ, менің ата-анам қарсы емес. Қандай жылғысың? 2013-мін. Сабақты нешеге оқисың? Почти 4-5-ге оқимын. Жақсы көретін блогерлер қандай? Маған Әлик қыз ұнайды. Жақсы көретін тока-төбелер қандай? Мерей тока. Сен мектепті ұстартысың ба? Жоқ, мен ұстартыс емеспін. Сенің отбасың қанша адам? Бізде почти 8-7 адам. Келесі, маған тіркелдің бе? Я, тіркелдім. Сен өз телефоның ба? Жоқ, бұл менің мамамның телефоны. Аның жасы қанша адам? Менің мамамның жасы 31-лерде. Артық дауыстар шығып жатса кешіріңіздер. Сенің папаңның жасы нешеде? Мен папамның жасы 47-де. Сен ютубты қашан тастайсың? Дамып жатқан жоқ болса, нашар болып жатса тастай саламын. Сенің шын атың және толық атың, жөнің, фамилияң қандай? Мен Молдабек Жұлдызбын. Сенің нағашы әжең бар ма? Я, бар. Сенің туған күнің қаншасы және қай ай осымен мен сәуір айының 29-на туылғанмын. Сұрақтарыма жауап бердім. Келесі, жақсы көретін түсің? Фейл ТВ. Сүйікті тока айтқандай, Мерей тока. Менің видеоларым тез көресіз бе? Жоқ, мен тез көре алмаймын, себебі менің уақыттан болмайды. Жасы нешеде? 11-де. Жақсы көретін түсің қандай? Фейл ТВ. Менің анама күніге көріп тұрасың ба? Жоқ, мен уақытым болмайды. Сенің жігітің бар ма? Кешіріңіздер, бір бәле кіріп кетті. Сенің жігітің бар ма дейді. Қой, бұндай жақсы қандай жігіт? Жоқ. Маған қашан нөмірді бересің? Достар, бәрін сұрап жатсыңдар, бірақ мен нөмірді бере алмаймын. Сен осымен көресің ба? Я, көремін. Сен әдемісің ба? Жоқ, өзімді қатты әдемін деп айта алмаймын. Сен бос кезінде не істейсің? Бос кезінде өстіп видеолар түсіріп тұрамын. Достар, осымен сұрақтар бітті. Сұрақтарыма дұрыс жауап беріп шынымды айттым. Достар, енді осымен видео бітті. Сау болыңыздар.